Шеше деген кім, балаларын тастап кеткен әйел кісі ме деген сияқты сұрақтар көп қойылып жатыр. Біріншіден, қазақта ата әженің бауырында өскендер шешесін жеңеше деп айтқан. Махмуд Қашқаридың Диуани Лұғат ат-Түрк атты еңбегінде еңге деген сөз кездеседі. Жеңге, жеңгеше, жеңеше, жеше, жеше, осыдан шеше болып қалыптасуы мүмкін. Ғылым болған соң басқа да варианттар ескеріледі. Шеше сөзі қысқармай түбір қалпында парсы тілінен енгені де айтылады. Түрк халықтары мифологиясы бойынша шеше деген құс атауы. Жарғанатта да айтқан. Шеш деген парсшада 6 деген санды білдіреді. 6 айға толмаған балаларды өлтіретін құс болған екен. Сол құсты ұстап алған адамды шеше ана, шеше ата деп те атаған екен. 6 айға толмаған балаларды шеше ана, шеше аталарға апарса өлімнен құтылады деп сенген екен. Қалай айтсақ та шеше деген қазақта дұрыс мағынада қолданылған. Біреу боқтық деңгейінде жаман мағына береді деп түсінсе, бұл сол адамның өзінен әдеби норманы ұстанған дұрыс.